Әрбір қыз бала бой жетіп, ата-ананың аясында бұлғақтаған дәуренін қалдырып, басқа бір елге келін болып, келіншек атанады. Өз шаңырағын көтеріп, үй мен шаруаға иел кетіп, түтін түтетеді. Ана болып, өмірге перзент әкеледі. Осы жағдайда әйел кісінің өз үйінде атқаратын міндеттері ауыр да ардақты амалдардың қатарында. Үй шаруасына икемділік, іскерлік, жүріс-тұрыс сыпайылығы мен ширақтылығы, жинақтылық пен тазалық, күйеуіне ілтипаттылық пен қамқорлық, елге деген ізеттілік, жұртпен татулық, сыйластық. Осының барлығы ислам дінінде әдеп, инабаттылық талаптарын құрайды. Бір күні Муғаз радиаллаху анху Шамнан келген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сәжде етті. Мұны көрген Нәби алейхи уассалам: "Ей Муғаз, мұның не?" деп сұрағанда, ол радиаллаху анху: "Мен Шамға барғанымда ондағы адамдардың өздерінің епископ пен ақсүйектеріне сәжде ететіндерін көріп, біз де сізге саллаллаху алейхи уассалам солай сәжде етуімізді оң көрдім" деп жауап берді. Сонда Расулуллах алейхи уассалам: "Олай істемеңдер. Мен адамның адамға құрметпен бойсыну белгісі ретінде сәжде етуді бұйырар болсам, ең алдымен әйелдің өз еріне сәжде етуін бұйырар едім. Әйелдің ері осыған лайық. Мұхаммедтің жаны билігінде болған Аллах тағаламен ант етемін. Тіпті ері әйелінен жаныңды бер деп талап еткен болса да, әйел өз еріне қатысты міндетін өтемейінше, Раббысының алдындағы міндетін өтемеген болады." Бұл сахих хадис Абдуллах ибн Абу Ауф радиаллаху анхудан жеткен. Әрине сәждені, яғни жерге жығылу рәсімін біз тек қана Аллаға істейміз, және оны басқа біреуге істеуге қатал тыйым салынған. Пайғамбарымыз бұл хадисте ерге деген бойсынудың аса маңыздылығын көрсетіп отыр. Ол үшін Аллах тағала қалағысы келсе көптеген жақсылықтар мен сауап жазады. Егер де басқа жағынан қарайтын болсақ, біз сәждені Аллаға рахметімізді білдіру үшін және өзінің құлдарына көптеген жақсылықтармен қамтамасыз еткен үшін жасаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйел адамға ер адамның аяғына басыңды ий деп бұйырар едім дегені, әйел адамның алдындағы қамқорлығын, жалпы қамтамасыз етуін және сүйіспеншілігімен махаббатын көрсетіп, ердің әйел алдындағы аса жауапкершілігін түсіндіріп баяндап отыр. Жақсы әйел жаман еркектің басын төрге сүйрейді, жаман әйел жақсы еркектің басын көрге сүйрейді деп бабаларымыз бізге өсиет етіп айтып кеткен. Әрине, егерде әйел адам еріне бойсынбаса, олардың отбасы міндетті түрде бұзылып, немесе бұл жағдай олардың отбасын келіспеушілікке алып келеді. Мысалы, жалғыз бір жаққа кетіп қалу. Ол еркектің керек емес қызғанышын туғызуға түрткі болмақ. Және кез келген адаммен сөйлесіп тұру. Ол да қызғанышқа апарады. Аллаху тағала Ниса сүресінің 34 аятында былай дейді: "Еркектері әйелдерді билеуші. Өйткені Аллах бір-бірін артық жаратты. Сондай-ақ олар малдарынан да пайдаландырады. Әйелдерге махр, нафақа береді." Бұл аят әйелдердің ер адамдарға бойсұнғаны дұрыс екенін дәлелдейді. Қайткенмен де әйел заты ер адамға құлақ асқаны абзал болмақ. Пайғамбарымыздың бір хадисінде былай делінеді: "Ері бір қажеті үшін әйелін шақыратын болса, әйелі ошақ басында тұрған болса да ерінің талабына жауап берсін." Енді жалпы әйел адамның ердің алдындағы міндеттер туралы Алматы қаласы Көкбазар мешітінің бас имамы Қанағат қажы Өтебайұлы жауап береді. Әйелдің күйеу алдындағы міндеттері, ол ең бірінші әйел баласы инабатты болу керек, даусын көтермеу керек, жылы сөйлеу керек. Балалардың осы тәрбиесіне көңіл аударып, жана ең үлкен міндеті сол еркектің көңілін табу керек. Келген кезде жаңағындай шаршап келген еркекті, жолдасын жақсы күтіп алып, құрметтеп. Ал енді жақсы әйел қандай дегенде пайғамбарымыз айтқан екен: "Ад-дуния матау ва хайру матау мар'атус салихат." Дүние деген уақытша ғана, сол дүниенің ең жақсы әйел деген. Жақсы әйел деген сол, иншалла, еркегін жақсы күтіп, еркекті еркек қылып, еркекті үлкен азамат қылып, сондай дана ететін әйел. Сол отбасының берекесін кіргізіп,
қонақтарын күтіп, жақсы сөздер айтып, қабағын жылы сонда шырайлы болатын болса, ол үйге береке, ол үйге жақсылықтар келеді. Пайғамбарымыз айтады, әйел баласының 4 нәрсесіне қызығып үйленеді ер адам дейді. Бірінші дейді сұлулығына қарайды, екінші байлығына қарайды, оның тектілігіне қарайды, оның ең аяғы дініне қарайды дейді. Фасфар бизати дин, ең жақсы сол діндары, тақуасы дейді. Неге ұтатын жерің сол жер дейді. Сондықтан осы әйел баласының осы иншалла міндеті күйеуінің жоғары ұстау. Исламда әйел баласын өте құрмет етеді. Соның ішінде біздің қазақ ата-бабаларымыз қызды құрмет еткен, сондай өрісіміз кеңейеді деп осы қыз баланы. Сондықтан осы ең бірінші сол міндеті, мен ойлаймын, сол ерінің көңілінен шығу. Әйелдердің жақсысы көзің түскенде қуандырып, бұйырғаныңа мойын сұнғаны, үйіңде болмағаныңда сенің ар намысың мен малыңды сақтағаны дейді пайғамбарымыз. Расулуллахтың саллаллаху алейхи уассалам көзің түскенде қуандырып дегені, әйел адам әуретін жауып, тек ері көруге болатын жерлерін бөгде кісілерден жасырғаны. Жалғыз болғанда ерінің ар намысын қорғағаны осы болар. Керісінше, мұсылманшылық ұята деп жоралғыларын белден басып өте беретін, отырғанда, тұрғанда өзінің әйелдік жаратылысын ескермейтін, қыз келіншекке жарасатын қымсыну, тартыну, имену деген ойына кіріп шықпайтын әйел кісі өзіне ғана емес, ата-анасына, күйеу мен бауыр туғандарына сөз келтіріп, жерге қаратады. Қайсы бір әйел жан тапсырып, тірі кезінде ері одан разы болған болса, ол әйел жәннатқа кіреді деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Әйел адам ердің құпия болған жайттарын сыртқа шығармай, өсек аяңнан абай болуы керек. Мұсылман әйел бос, жалған ғайбат сөздерден аулақ болуы тиіс. Аллах тағаламыз былай деп айтады: ал енді жақсы әйелдер бойсынушылар. Алла қоруға бұйырған көмескі нәрселерді абыройын қорғаушылар. Бұл аятта тақуалы әйелдер туралы айтылып отыр. Әйел Аллаға бойсынса, еркекке де бойсыну керек. Жалпы әйел заты өз абыройын, отбасының ортақ мүлігін сақтап, Құдай сақтасын, зинақорлықтан аулақ болу керек. Егер әйел үйінен шыққысы келсе, күйеуінен рұқсат сұрап кеткен жөн. Әйелі рұқсатсыз үйінен кетіп қалса, одан еш пайда болмайды. Тек қана зиян болмақ. Ер адам үйіне келген уақытында әйелін таппаса, ол оны міндетті түрде іздейтін болады. Таппайтын жағдайда ер адам шайтанның уәсуәсіне, яғни жамандығына беріліп, түрлі ойларға тап болып, асығыста тіпті айырылысуға да баруы мүмкін. Сол себепте әйелдің әдептілігі мен кішіпейілдігі және еріне қарсы келмеу жайында Көк Базар мешітінің бас имамы Қанағат қажы Өтебайұлы былай жауап берген болатын. Егер әйел еркегіне мойынсұнбаса, еркегінің сұрауынсыз бір жерге барып қыдыратын болса, не болмаса төркініне барам дейтін болса, ол әйел үйінен шыққаннан сол қыдырып қайтып келгенше оған Алланың лағнеті болып тұрады. Сондықтан өте сақ болу керек. Бір жаққа сапарға аттанасың ба, міндетті түрде әйел баланың жанында, керектісін қажылыққа барудың өзі міндетті түрде жаныңда жаңағы ағайын туған туыс қайын жұртыңнан бір ер адам болу керек. Сондықтан әйел баласы өте пәк, таза болғандықтан оған көптеген ниеті бұзық адамдар да көз тігуі мүмкін. Сондықтан осыған сақ болу керек деп ойлаймын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп баян етті: сендердің әрбірің жауапкерсіңдер, және жауапкершіліктеріңде болған нәрсе үшін сұраласыңдар. Патша өз қоласындағылар үшін жауапкер, және солар үшін сұралады. Отбасы жанұя үшін жауапкер, және сол үшін сұралады. Әйел күйеуі сыртта болған уақытта үй шаруасы мен балалардың тәрбиесі үшін жауапкер, және сол үшін сұралады. Қызметші қожайынның мүлкі үшін жауапкер, және сол үшін сұралады. Сендер барлығың жауапкершіліктеріңде болған нәрсе үшін сұраласыңдар. Отбасындағы бейбітшілікті, бір-біріне деген сүйіспеншілікті сақтау үшін әрине ерлі зайыптылардың екеуі де жауапты. Және ең бастысы халал жолмен жүрген абзал. Өйткені дұрыс жолмен жүрген адамға шайтанның зияны тиетіні бір талай. Лағнеті ібліс, яғни шайтан, тағын теңіздің үстінде орнатып, адамдардың арасына бүлік салу үшін өз әскерлерін жұмсайды.
Әскерінің ішінде Иблиске ең жақыны және дәрежесі жоғары болғаны, адамдардың ішіне ең көп бүлік салғаны болады. Олардың бірі келіп, мен ананы істедім, мынаны істедім дегенде Иблис, еш нәрседі бітірмепсің дейді. Кейін біреу келіп, мен ерлі зайыптыларды ажыратпайынша олардан айырылмадым дегенде, лағнет Иблис, оны маған жақындатыңдар дейді де, кейін сен қандай жақсысың деп оған алғыс айтады. Ардақты бауырлар, бір-бірімізге деген міндетімізді ұмытпай, шаңырақтарымыздың берекеті артып, отбасымыз аман болуға жазсын ағайын. Хабарды дайындаған Ардақ Байғабыл.